типіне енеді. Кейін доктор оларды зертханаға апарып, Беннердің қанын гамма сәулемен зерттеген тәжірибесін көрсетеді. Алған нәтижеге шабыттанған доктор халықтың қанын әрі қарай пайдаланғысы келеді, бірақ Брюс барлығын жоюды талап етеді. Осы сәтте генерал бастаған топ зертхананы қоршайды. Блонский Беннерді ұстап алады. Генералдың көмекшісі доктордан суперсолдат жасау мүмкіндігін сұрайды, бірақ есінен адасқан майор Стернге шабуыл жасап, өзін халық сияқты етуін талап етеді. Стерн майорға Брюстің қанын егіп, ол бәрін қиратып алып құбыжыққа айналады. Бұл уақытта Брюстің қаны доктордың жарасына да түсіп кетеді. Әскерилер генералы бар тікұшаққа хабарласып, қалада жаңа халық пайда болғанын айтады. Генерал тікұшақты кері бұруды бұйырады. Бұл құбыжық комикстерде Мерзес деп аталады, сондықтан ары қарай солай атаймын. Брюс оны тоқтатпақ болып, халыққа айналуға генералдан рұқсат сұрайды. Тікұшақтан секіріп, қайта халыққа айналып, Мерзеспен соғысады. Тікұшақтан да оған оқ жаудырылады. Мерзес тікұшақты жаралап, бірақ Элизабет пен генерал аман қалады. Жекпе-жек кезінде халық жеңіп Мерзесті